Бұл видеода Ledger Plazaға, мешітке, үлкен стадионға, сасық балық сататын жерге, Убанги өзеніне, Лавинью рестораны барамыз. Каналыма тіркеліп алыңыздар және видеоның соңында қай жер күшті ұнады, соны комментке жазып кетіңіздер. Вау, әдемі ойлашып тұр екен. Алдына үшін бармай қойсын жоқ? Ладно, барамыз. Орта Африкадағы ең элитный жер Ledgerге келдік. Өзі жалғыз осындай бір крутой жер бар да, біз қазір ішін сыртын сізге көрсетеміз сіздерге. Bonjour, ça va? Міне. Я бұл жақта адамдар онша қатты не істемейді, андай түсірмей деп арқылысы жасамайды. Что? Ең богатый отельде мынау шы негізінде. Бірақ тамақтарын онша емес қылып жасайды осы жақта. Көрдіңіздер ме ше? Мына жақта ресторан бар. Мына жерде кішкене магазинчиктер бар, мынандай. Мына жерде мындай пирог сататын жер бар. Буланжери. Круассан? Круассан. Иісі күшті отыр, Можем кофе попить, Est-ce qu'il y a de coffee? Non, merci. Non, merci. Vous mangez ça ici. Pardon? Oui, Sophie. Буланжери Ledger Plaza. Ол Ledger Plaza, да? Типа достық плаза, шым плаза сияқты ше. Бірақ отель бірақ. Қазір мен осы жердегі бір жақсы көретін жерім. Бір жер барда сол жерді көрсетемін сіздерге. Бұл жерде фортепиано бар. Фортепиано, бірақ сәл бұзылып барған, бірақ сонда да бар, қараңыздар. Мен жақсы көрем. Қараңыздар. Вау, ойнаймыз ба? Қазір ойнаймыз. Ойбай, ұмытып қалдым мен. Отыр қызым, ойна. Есіме түсірейін. Ойнап отырғансың? Қырып қояды, ойнап. Аласаң сон. Не істейсің? Пианиноның жаны осындай жер. Бұл жерде кофе шай. Сол. Кофе ішеміз қазір. Ал мен капучино алдым. Жолдасын американо. Американо ма, точно? Эспрессо ма? Эспрессо. Эспрессо алды. Мәне мынау біздің круассан. Круассанды кофеге батырамыз да. Қазір осы жерде бір қырғыз қыз жұмыс жасайды, неден сұрайық. Bonjour, monsieur. Жанара, c'est ici? Janara, oui, ici. C'est appelé Janara? Bonjour. Oui, Janara, c'est notre ami. Je donne un numéro. Je n'en ai pas. Moi, je donne ça, Janara. Ah, d'accord, je vais appeler. Ouais. Oui, d'accord. Что-то Жанараға звондасам, ол қырғыз қыз да ол шықты жұмыс істейді. Ол что-то Убангиге келіп қапты, біз одан біраздан кейін барамыз Убангиге. Сонымен жай өзіміз қарап естілерге қазір сырт жағын білейді, тек жақты көрсем. Қараңыздар. Мына жақта что-то жұмыстар жүріп жатыр екен. Андай, мына жер ресторанның летнийге, мына іш жағы ресторанның. Ыстық қой, капец. Осындай жер, мына жерде кішкене театрчик бар екен. Ну, сахна проектормен.
Mana бассейнге түскім келіп жатыр. Қараңыздар, кайф. Осындай үлкен элитный жер. Ішіндегі бөлмелер де қымбат, бірақ андай дымда не жоқ. Не деуші еді. Ну, по идее, условия осы күшті емес прям, но нормально. Мына жерде вообще не жасауға болады. Волейбол ойнауға болады, рахат. Ағаштары күшті, мына жер бақша. Обычно Африка не істеп жатады ғой, мал болып, мусор болып жатады. Мына жер таза, да? Просто рахат. Но банан ағашы ғой, айтпақшыдай. Күшті, банан өсетін шығар, наверное. Ой, біз нейді, айналып беттік қақ, есеп беттік өз. Міне, мына бір ағашты қараңыздар. Это так красиво. Шомыламыз ба, Жасан? Шомыламыз ба? Вау, бассейнге жүзбегелі қанша заман. Вау. Мына жақта не бар екен білмеймін, бірақ бір тоже бір бөлмелер ма бірдеңелер бар шығар. Салам, мүсе. Ладно, дальше кетерек. Жаңағы бассейннен шығып кете береміз былай. Осылай келе берсек, мына жерде душ бар. Не деген ағаш? Міне. Душ өстіп. Осы жерде душ алады да. Мына жақта парковка. Қандай әдемі жер, деп па. Бірам негізі Африкада мысалға қараңыздаршы, какой-то бір байдың үйі тұрғым мына жерде. Міне. Міне. Виллаға былай шыққан кезде тауының басында. Мынау негізі тау андай не? Жалғыз тау бар осы. Ну, тау деген кезде қырда, мына жер жунгли да, төбе жағышы. Міне былай. Мына жердің бәрі негізінде ағаш деген нереально ұзын ағаш по идее. Ағаш как будто мына жер қыр сияқты көрініп тұрады. На самом деле қатты қыр емес особо. Просто ағаштары биік-биік та. Сонымен қыр сияқты болып тұрады ше. И вот сол жерде өзінің вилласы. Өңшең байлар сол жерлерге вилла соғып алған ғой. Міне мына бетінде тағы біреуін күтір. Вот. Тура сол қырдың енді түп жағына осы лейджер соғылған тоже. Нереально әдемі. Бақшасы бәрі әдемі. Нан сатып алдық. Үйден нан бітіп қалған. Кеттік қызым жаным. Қақа барам дейді. Жерге түсем дейді ғой. Міне пальманың астында. Әреге жылап отыр. Не oldu саған қызым? Мына жер ұнап атқан сияқты Дариғаға, е? Бұл жерге барам дейді. Жүр. Шөпті басып жүрем деймай шөп. Көрем дейді да Дариғада. Осындай таза жерді түнтеп көріп атыр ғой бірақ, я? Ой, қызым жылай берме олай. Су. Қараңыздар, сіздерге пальманың бір ерекшелігін көрсетейін ба? Білмеймін бірақ қандай ерекшелігін, бірақ қызық. Түбі мынандай қалың да, я? Мынандай бір теңелдер бар екен астында. Мынау несі ғой, ұрғыма бір деңесі. Ағашы былай өсіп шығып тұр. Күшті, я прям тропика екен көрініп тұр ғой мұнан. Осылай, мына жер банги жаңағы лейджердің несі. Бас кіре берісі. Мына бет жаңағы аты. Ішіндегі нелерін кіріп көремейміз, жанары жоқ екен енді қой біз. Сосын Орта Африкада осындай жол жасап қойыпты, бір ай болыпты. Негізі мына жол. Рас екен, бұндай жолдар негізі жоқ Орта Африкада. Так что мынау деген роскош. Біздің отырғанымыз. Мынау қандай здание жасаған? Театр ма? Университет. Это университет. Театр жоқ бұл жақта вообще-то, е? Бұл жақта любой жер театр ғой негізі, жасаған? Наука, медицина деген университет. Сол жақта бәрі университет болды, кампус. Осы көше, короче, мына жердің бәрі универлер. Мынау да университет ба, какой-то ба? Не, университет Банги деп жазып тұр. Банги университет деген осы екен ғой? Факультет де сайенс. Стадион. Мен стадионға тоқтаймыз ба? Посольство Судан. Мешіт бар. Ішінде ма? Суданның посольствосы ішінде мешіт бар екен. Осындай бір ресторанчик жерлер, кафешкалар. Сол стадионға кіруге бола ма? Кірейікші. Тоқтап көрейікші. Est-ce que c'est aussi pour entrer dans le stade? Oui.
Oui дейді. Combien? Pronto? Non. Je sais pas. Mais c'est possible. Мен қарасам бәрі кіріп ашық қой мына жер. Әкең кіріп On va кетесің. là-bas. Тоқта көрейік, бірінші рет келе жатырмық. Дәппас. Дәу неге. Жан жақтарында осындай кафешкалар бар. Кашита жүреді сондай. Уа, ана ресторан ресторан жоқ. Déjà commencé la préparation? Нені көреміз қазір. Dans la nouvelle, j'ai lu c'est que déjà commencé. Стадион. А біз стадион. Не дейді? Осылай кіре береді екенсің. Сала? Фитнес? Мына жерде фитнес бар екен. Ойла, адамдар. Сәлем деп жатыр. Pardon. Адамдар киім шеш. Монасфер дейді. О. Мына жердің бәрі не екен ғой? Фитнес бар екен ғой мына жақта. Ой, мына жерде массаж жасайды екен ішке. О, таэквондо. Ça va? C'est bon. Осылай ішінен кіріп шығады екен. Мына жақта не жер жамба дей ма? Тоже фитнес клуб екен. Мәссаған. Не басып кеткен мынан бәрі. Шаңмен, паутина басып кеткен. Не бұл өзі вообще? Вот іші осындай, короче. Мәссаған. Бұрында солған ғой енді бірақ. Дым ешкімде кимейтін негізі бір жаққа. Адамдар спорт залға тастаған. Спорт залы екен дұрыс болыпты бірақ. Вау, күшті е бірақ е? А? Мына экрандар жұмыс істемейді та даже. Бәрі лас болып кеткен бірақ. Мына осындай. О, мына жақта жүгірсең азып кететін шығарсың. О. Мына жері мынадай болып тұр. Бұрыннан бері ремонт жасалынбаған. Бірақ шөбі бар екен, бірақ Африка өз шөпке бай ғой негізі. Сол жерде футбол ойнама. Қараңыздар, мына жақта бар ғой, негізі. Мына жақта негізі не? Үстіне шығуға болмайды, шығып кетіп бара жатсам. Бояқ қойған ғой, соған шығар. Осы мына жерде не бар ғой? Орта Африкада бар ғой, мынандай құстар бар ғой, қарасаңыздаршы. Истеп көшеде жүреді. Мына құстар прикольный ғой, бірақ ше, андай убангидің үстінде суда ағып кетіп бара жатады иногда ше. Айсыт па, білмеймін не екенін, бірақ осындай құстар бар, көшеде жүретін. Ұшады бұлар негізі. Міне, осындай бір стадион екен. Өзімізде бірінші рет келіп тұрмыз. Күшті екен, бірақ мощный ғой негізі. Мына жерде көп адамдар отыр, футбол болса, например, супер болады ғой, по идее, ойындар болса ше. Жаслан, осы жерде футбол ойнағыңыз келетін бе еді? Жоқ? Неге? Monsieur, ça, ici c'est stadion, c'est ouvert comment? Quand? Oh, ça stadion, c'est ouvert. Quand? Ici, c'est ça d'expo. Non, ah bon. Жасан, соғылған деген қандай? Quand stade est construit. Le stade, ça de 20 places. Oui, bon, quand? 2000 places. 2000. 2000 places. Non, là, je ne peux pas dire la place. Quand c'est ouvert. Ouvert, C'est ouvert depuis quand? construction, ouvert. C'est ouvert depuis quand? Hein? Le stade, Ouais, ouais. 2004, non? 2006. 2009. 2017, 2009. Il est comme 12 et Содан бері. Oh, là-bas, c'est madame? Non, c'est ça d'expo. Sport, c'est pour la madame? Oui. Спортпен айналысады екен мына жақта да. Болды? Күшті, адамдар спортпен айналысып сөйтеді ғой, ә? C'est la famille. Tu ne prends plus à votre temps. Dans la famille, hein.
Ça, le régime, tu veux payer? Non, c'est combien? Non, je sais pas. Pour не сатат? Там просто распечатка. Тут вот одежда продается. Это ана. Мына жерде спорт кийимдер сатат экен. Осындай жерлер, міне. Қазір біз мешітке бара жатырмыз. Мына жерде бір мектеп па бір не бар екен, иә? Сол. Ана жерде магазин бар еді ғой. Абылар барады еді. Мына осы магазин ғой. Өтіп кеттік па. Ал мынау фотокопия жасайтын жер. Фотокопия деген не жасалады? Печать па? Мына жерде баскетбольный алаң бар. Баскетбольный алаң бар ма вообще? Футбольный алаң екен. Анау линия екен ғой. Бай қайдағы баскетбол. Миым ашып қалды ғой. Жолдың ортасында как всегда осындай бірдеңелер. Қатын естемейді. Жырат, бұрылып. А біз мешітке келдік. Сава! Ассаламу алейкум. Міне мешіт. Қазір мешітте намаз оқимыз. Сава? Ассаламу алейкум. Әйелдер жоқ мына жақта екен. Әйелдер жоқ бар екен. Біздің. Ничего себе. Les femmes, c'est ici. Les femmes, c'est ici. Merci. Dans le privé, les gens de Guiraï, ça c'est les petits enfants qui viennent faire le Guiraï. 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 Moi, je suis... Volez pas ici. Qui? Voler? Non. Non? On ne vole pas. Moi, je suis volez pas. Voilà. Moi, je suis volez pas. On ne vole pas. Аяқ киімді ұрлап кетпесін. Ça va? J'ai des billets que d'oqimiz. D'accord, merci. Ça va péter. J'ai arabcha uyum жатыр екен. Votre stage c'est où? D'accord. Vous priez déjà? Oui. Уже не істеп қойыпты. Ой, мына жер цементтен сағып қойған екен, әдемі қылып ше. Мешітте все-таки. Что? В общем, балалар өстіп сағып қойды екен. Ал. Иә. Не? Сізге не берейді жай намаз, іші осындай екен, үлкен екен, бірақ кәдімгідей жақсы екен, цементпен істеп қойғанда қызық болды. Дарияға түспейміз дейді. Күйеуім сол жақта намаз оқиды. Кітаптар бар екен. Мен де қазір намаз оқимын мына жақта. Қой. C'est bon, c'était ici. Ça va? Oui. Assalamu alaikum. Comment t'appelles? Younous. Comment t'appelles? Hallo. Abdel. Aïcha. Et vous? Mariam. Fatou. Mariam aussi. Attends. Fatou, Mariam, Aïcha. Mariam, oui, Aïcha. Attends, comment t'appelles? Fatima. Comment t'appelles?
Амат. Yuska. Khadija. Khadija. Betty. Comment on t'appelle? Aïcha. Votre Ustaz? Vous êtes Ustaz? Non, je sais pas où ça c'est. C'est mon enfant. Ici. Tu vois? Le garçon. Non, et fille. Dalira. C'est mon enfant, Dalira. ойнап отыр ғой сумен. Мына жерге құты қашып кетті, оказывается. Merci beaucoup, bye bye. Мына жаққа да не бар біз? Мына төбесінде бар ма? Көп шығайын ба? Екінші этажын көреміз, кеттік. Екінші этажда не бар екен? Ойбай. Осында үйлердің жері ол. Қараңыздар. Екі этажды мешіт екен өзі. О, жаңа біз келген көше мынау. Мә саған. Прикольно. Бұзылып қалған екен емешті. Мына жақта не істеп тастаған екен. Не жинап тастаған екен. Ал мына жағын көрейік не бар еді. Бұл жақта да көше. Сол адамдар осылай өмір сүреді өйстіп. Үйлерінің іші осындай. Аспан. Міне балалар жүр мына жерде. Біреудің үйдің төбесінен түсіп тұрсам бір түрлі шығар, бірақ қой, сол үшін мен қайтайын. Бәрін цементтен жасап қоя салған екен, андай тек асты ғана красивый екен. Мына қараңыздар. Біреудің үйі. Ойбай, қорқып кеттім ғой. Қойсын қайтайық. Осы мешіт жалпы осындай. Бұл бас мешіт емес, бірақ үлкен мешіттердің бірі. Так что бас мешіт ол мұсылмандардың районында. А мынау мұсылмандардың районы емес негізінде. Бірақ үйлер көп екен мына жақта жалпы. Қолым жуып жіберейінші жасан маған. Су ағызып жібересіз ба? Давайте. Осыны құдықты кім ашып берген? Интересно. Міне былай ғой құдықты. Деген кезде су шығады өйстіп. Болды осындай бұл мешіт. Исі мұсылмандарский болып шығып тұрады. Күшті. Мешіт всегда мешіт тап-таза. Қызым жаным, жылама жан. J'ai parti ici. Ça va? Ici c'est joli. Мынандай магазинчик екен. Қараңыздар. Африканский көйлектер сатады өйстіп. Мен бір өзіме ұнайтам, бір әдемі бір көйлек тауып алсам ғой. 9.000, 7.000 дейтін алар. Қараңыздар. Африкалық көйлектер. 9.000 екен. Мына көйлек әдемі сияқты ма қалай? Осындай африкалық көйлектер. Мынау ше тигрица ғой мынау, 7.000 екен. Жасанды көйлек маған жасама қалай ойлайсыз? Жаспай ма не? Сіздердің ойларыңызша мен қайсын алайын, қайсысы әдемі сияқты. Айтыңыздар. Комментарийға жазып кетіңіздер. Ана бір көк күш сияқты, қазір көреміз. Міне маған мынандайын кигізіп көрді. Мына айна негізі жалпақ екен, атак. А мынандай ше. Осы әдем болған сияқты ма? Қырсын білмеймін даже.
Әдемі болған сияқты иә бірақ енді от сияқты ма е. C'est joli? Je connais pas. Жақсы? Ночи? Не очень? Мынау жақсы болған сияқты. Жақсы. Осыны алып алайын ба? Мынаның астында юбкасы бар еще. Осыны алып алайыншы. Күшті екен. Маған жасама мынандай жақсы мынандай түс. Африканский. Мұсылмандарға арналған африканский киімдер ғой. Міне. Әдемі сияқты. Омраға барып қалсам вдруг болсын кием. C'est bon comme ça? Très joli. Қайсы лучше сияқты? Donnez pour 7000. Көпті осы көйлекті алам. Ал рұқсат сұрап алдым балықтар түсіруге. Осылай балық сатады. Иісі честно, иісі өте болып жатыр бақ. Ça va? Je filme vous. Non? Filmez-le. Filmez ça. Осылай балық сатады екен. О, курицалар да сатады осылай. Filmez-le, $30. Dino, filmez-le. Filmez. Vas-y, ça la même. Бірден айтып жатыр еді, видеоны көріп қашып кетті ғой. Ал енді осындай бір отельге келдік. Бұл Убанги деген отель. Бұл отельдің ерекшелігі, бұл отель міне отель деп жазылып тұр да. Бұл отель, мынау ненің флагы, осы елдің флагы. В общем, бұл отель судың жанында орналасқан. Міне ерекше отель. Және бұл жақтағы маған ұнайтын бір зат, ол мына ағаш. Мына ағаштың мощностьін көрсетейін мен сіздерге қазір. Жасуан? Мен сені мынаған бүйтіп маймыл сияқты істегім деп жатыр. Сол жаңағы ағаштан былай қарай кірсең көше жерге келеміз. Мына жерде бір мынандай бутик бар. Бұл бутиктің ерекшелігі. Міне. Қараңыздар қандай әдемі қылып істеп қойған, е. Бұрында осы жерде біз бір әйелді кездестірдік та. Олар Қазақстанда тұр, Қызылордада тұрған екен папасы. Осы орта африкалық, мамасы кореянка ғой. Орысша сөйлесіп, мә деп шок болғанбыз біз. Сол кезде бізге сол әйел мына жерде қырғыздардың несі бар деп айтқан, шаштараздар әлі бар. Мына жерде қырғыздар шаштараз ашып қойған қырғыздар. Ішіне кірейік па, кірмейік па білмеймін, даже араласпаймыз да бірақ. Жаңағы отель мен Убанги деген отель. Оның кішігірім бассейні бар. Жаңағы отель сияқты, бірақ бұл сәл ластау. Мына өзеннен толтырып ала салады ғой негізі. Мына өзен Убанги. Бұл Убанги өзені қазір не істеп тұр андай. Су тартылып тұр. Бірақ су толады негізі. Нелердің бәрі үсті жабылып қалады, тастардың бәрі ешқайсы көрінбей қалады, мостқа шейін былай толып қалады. Ал мына жақ қарайға бара берсем, былай барсаң, ана жақта отыратын жерлер бар, қазір барамыз бұйырса. И сол жақта тек су ғана сатады, правда. Жаным. Қарасаңыздаршы, қызым менің сумен ойнап. Міне мына жердегі бір адамға қараңыздар мысалы. Ол адамның қайығы бар екен. Осындай қайықтармен жүзіп жүріп барлық адамдар. Олар мына Конго деген елге барады. Мына ел Конго ғой. Мына үйлердің бәрі уже Конго мемлекеті. Конго мемлекетіне жатады. Міне жаңа қайықтардың көп жері мына жақта тұр. Барлығы тасынып жатыр. Балықты да осы жерде аулайды. Киімдерін де осы жерде жуады. Осылай жүзіп Конгода барады. Қараңыздар, мына жақта мысалы құмдар тұр да, иә. Осы құмда адамдар шығарып алады осындай су аз кезде. Сосын строительство қолданады. Оны міне мына жақта қолданып жатыр, міне. Көрдіңіздер ме? Осылай көп адамдар осылай жұмыс істейді, именно су аз кезде. Ал су көп кезде уже мына островта жоқ болып кетеді. Мына тұрған остров тоже жоқ болып кетеді, су осылай толады. Мына жерге шейін жететін болады су. Міне мына тастардың бәрі толады сол кезде. Қараңыздар. Ал мына жерде негізі видеоға түсіруге болмайды, жақын жерден бұл милитари зона дейді, армияның зона, сол үшін ол жерде түсіруге болмайды. Мен алыста тұрмын, көрмейтін шашкам. Сосын міне мына жерде бір адам балық аулап жүр ау деймін. Міне балық аулап қойған балықтарын қараңыздар. Осы балықты пісіріп береді ғой сосын бізге.
Үстіп ұстап болады екен. Ал сіздерге мен жолын көрсетіп қояйын да, сіздерде келе жатқандай болыңыздар. Міне мост, үстіп өтеміз. Бір ағаштан жасалған, барлық сөйтіп бір ағаштан жасалған. Иісі жаман, если честно. Ужасный иіс, негізі Африка сасып кеткен десем. Сенесіздер маған. Меня, если честно, стошнило. Я не могу. Один был один, просто сасып. Фу, блин. В общем, мост бітеді, тасқа өтеміз бе бұлай. Как всегда. Мені сіздерге көрсетейін, ладно. Көрсем деп келген соң. Міне, осындай бутик емес, андай не дейді, беседка дейма, сондайлар бар да. Осындай не бар мына. Кетіп мен сіздерге отырып көрсетем. Осылай отырасың. Осылай қарап. Кофе, шай ішуге болады, жалғыз. Интервью өтесін арналған. Осындай. Ал кеттік былай қарай. Мынандай кафешкалар бар да. Отыратын жерге күшті қып істеп қойған негізінде. Мысалы, әртүрлі жерде Франциядағы бір әрқайсының атын әртүрлі жасап қойған. Оазис Маракеш дейді. Оазис Маракеш деген Мароккодағы жер мысалы ше. Сондай әртүрлі, мысалы Кин деген тағы бір жер бар. Мына жерде Доба деген тағы бір жер бар. Сондай жасап қойған да. Криби деген неде? Камерундағы ше. Осындай әдемі. Міне, қараңыздар. Өте. Опа. Ал кеткіні қараңыздар. Мына жақта лестница бар, мына жақта түсесіз. Жаңадан әкеп қойыпты, мынандай жоқ еді. Опа. Міне. Мангал пісіретін жер бар екен мына жерде. Ұшына қарай барайық. Мына жақта адамдар отыр, тағы скамейкалар бар. Енді басқа баратын жер жоқ болған соң адамдар сасып кеткен болса да осы жаққа келе береді. Қараңыздар. Былай қарай уже ұшына қарай келе береді. Өте әдемі жер. Қараңыздар. Кеттік түсейік та, мен сіздерге көрсетейін негізі. Кеттік. Өте супер әдемі жер. Адамдар осылай кетіп бара жатыр. Мына бір островок жоқ болады негізі. Мына островоктердің бәрі жоқ болады. Су тартылып кеткен дата бұл. Су жерге шейін толады, мен тұрған жерге шейін толады. Бірақ та қазір өте төмен болып тұр. Так что мен сіздерге көрсетем барып. Міне қараңыздар, қандай әдемі. Әдемі жерге. Кеттік ары қарай. Если честно, сасып кеткен барлық жер бірақ. Тастың басына шығайық. Қайығын жүргізіп жатыр осылай. Африка осындай тып-тыныш. Тыңдап көрсеңіздер. Ары қарай түсейін ба, жоқ па? Түсе салайын. Сіздер құлақпаңыздар, мен құламаймын деп құлап кеткен ба? Құдай сақтай гөр, мына жерден құласаң жаман шығар. Мынаны қараңыздар, сіздер құласаң деген ойбай ужас. Құрбақалар мекендей ма, мына жерде не істейді өзі? Жап-жасыл су. Негізі канализация сияқты болып кеткен. Быт-шыт болып кеткен. Мына қайықтарына су көп кетті, соны тазалап.
негізі вообще андай өте опасно қайық қой, бірақ адамдардың бәрі соны қолданады. Тау тастарының арасы әдемі да, просто қарасаңыздар. Мен өзім таудың бөктерінде өскеннен кейін тау жақсы көремін. Осындай тау мау деген жерлердің бәрін бастап қойын деп жатырмын ғой мен. Все, осындай. Бір өзім түрімді түсіріп қойайын да. Міне адамдар келе жатыр. Қалай көрсететін ал. Сәлем дейді. Конго? Конгоға бара жатыр. Ал біз қазір L'Avenue деген ресторанға келдік. Бұл ресторан негіз басқа жерде болған, бірақ ол жердің жанына торговый центр ашылған соң жабылып қалды. Өйткені ешкім бармай қойды, содан басқа жерге ауысып кетті. Біздің бірінші барған ресторанымыз осы жаққа, осы Орта Африкаға көшіп келген кезде осы L'Avenue болған. Енді қазір тағы да келіп тұрмыз. Закария бізмен бірге фото жасайықшы депті. Қайда тұрайық? Мына жерге? Мен мына жерге тұрайыншы. Бізде фотомыз жасап жатыр. C'est bon? D'accord, bon. Zach, merci beaucoup. Бұл не типа? Toi aussi. Бұл не үшін типа? Бұл типа қоштасу ма? На память. О, merci. Пианино бар екен мына жерде. Вау, стима. Ойбай, өсті. Бұлты шығып жатыр екен ғой бірақ. Ой, мынандай нелерді әкеліп қойып қараңыз. О, Китая. Өзінің оқушыларын көріп қал. Hello. Bon appétit. Ал кетіп сіздерге нелерін көрсетейін, ішінде не бар екен. Өткенде бір ресторан көрсетеді ма, соның ішіндегісімен бірдей по идее. Барлығын бір адам жасай бірдей ма. Ал біз осы жаққа бірінші келген кезімізде еске алып бургер заказ бердік. Мен L'Avenue деген бургерді. Налиға тек қана фри жейді, фри. Мына жақта екі нандай бургер. Екі ет ма, екі қабаттық. Мынау сендерге сыйлық деп бізге не әкеліп берді. Сонымен біз кетіп бара жатырмыз. Міне біздің такси. Сонымен осылай бүгін күніміздің трипі бітті. Видео ұнаған болса каналыма жазып қойыңыздар. Коммент жазыңыздар. Мынау деген район деген магазиннің жағында. Мына зданияны қарасаңыздар. Вау. Мынау Корон деген ресторан. Мынау жаңадан соғылып отқан отель ма бірдеңе. Қашан соғылып бітеді екен, уже бітейін деп қалды. Мынау бітейін деп қалыпты, Все, үйімізге келдік болды. Пока-пока всем. Бонсуа. Ай, әдем болып тұр. Сіздермен мың рет қоштастым.